Жаңа қызыл қақпалы үй бар ғой, жаңа қызыл қақпалы үй бірге ешкіні бірге бақтық қой. Сол аға екеуміз ешкіні бірге бақтық қой. Міне тұрған машинаны көріп тұрсыңдар ма? Міне тұрған қызыл машинаны. Міне осы кісі екеуміз деймін ғой. Ода қой мен ешкі, ал медылғы ешкі болған. Қойымыздың бәрі Қараталда болған ол кезде. Сәуірдің 9-нан бар ғой, сәуірдің 9-нан сәуірдің 22-сіне дейін бірге баққанмын. Сол кісінің ешкісінің малына қосып. Тура 20-ші Қараталға кетіп қалғам, 20-ші. Ал майдың 9-ы қойды қосып жібердік, майдың 9-ы. Ал майдың 8-і бар ғой, майдың 8-і осы жасыл машинаны көрдіңіздер ме? Мына жасыл машинаны осы жасыл машинаға салып жібердік қой, осы қызыл қосыны машинаға. Майдың 8-і багажына салып жібердім ғой, осылайға әкеп тастадым Мақаншаға. Ал майдың 9-ы бар ғой, майдың 9-ы осы үшеуін айдап келдім, сосын қошқар мен текені айдап келдім. Қойдың бәрі тауда ғой, қой ешкінің бәрі тауда. Бірақ бар ғой, қыркүйектің бірі бар ғой, қыркүйектің бірі қой ешкі түседі екен ғой таудан, қыркүйектің бірі дегенің. Мақаншыдан бар ғой, Мақаншыдан Қараталға бұрыннан бақ келе жатырмын, Мақаншыда Қараталда бұрыннан бақ келе жатырмын ғой. Мақаншыда тура 2021-дің күзінен бастап бақтым, тура күзінен бастап, қарашасынан бастап бақтым. Ал Қараталда тура 2023-дің наурызынан бастап бақтым Қараталда. Қараталға баққаным 1 жыл болды, Мақаншыда баққаным 3 жыл болып кетті. Сонда 5 жыл болды ғой. Ой, 5 жыл деппін ғой, 4 жыл дегенің ғой, 4 жыл. 2025-те болды екен ғой, 5 жыл дегенің. Не 3 жыл, не 4 жыл, не 5 жыл болып қалды осы қой баққанымызға. Тура 2021-ден бастап бақтық қой.